Арнама қош келдіңіз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бесікке бөлеу аңызы. Бесік Айырқалпақ Айдахар бидің заманында дүниеге келген деседі. Ол кезде ұлан байтақ даланы Мизамбап қорғайды екен. Қара Қытайлар Сарыарқаның кеңдігіне қызығып, жиі шабуыл жасап отырады. Бірақ Мизамбапқа шамасы жетпей, үнемі жеңіліс табады екен. Мизамбап ағаш егуді, бау-бақша жасауды кәсіп етеді. Жұрт ағаштың пірі Мизамбап дейді. Аңызда Жетісу мен Алтай өңіріндегі Ну орман Мизамбаптың еккен ағашынан шыққан деседі. Ол 150 жыл жасап қайтыс болыпты. Баптың дүниеден қайтқан естіген қытайлар бір күнде келіп, оның орманын өртеп жібереді. Бұл кезде Мизамның баласы Айдахар алыста жүр екен. Әкесі түсінде аян беріп, пейірі таң қаскүнем менің орманымды өртеді дейді. Айдахар би ертесіне жетіп келеді. Орман түгелмен жанып кетіпті. Тек бірлі-жарым тобылғының қисық бұтақтары ғана оттан аман қалған екен. Айдахар әкесіне Құран бағыштап, қисық ағаштарды өзімен бірге ала кетеді. Бір күні Айдахардың сәбиі жылай беріпті. Әйелі екеуі не істерін білмей қиналады. Емші тәуіптерді жағаласа да, баласы жұбанбайды. Би қатты сасады. Қызының жылағанына шыдай алмай далаға шығып кетеді де Құдайдан медет тілейді. Бір уақытта қызының дыбысы шықпай қалады. Бір нәрсе болды ма екен деп үйге жүгіріп келсе, қызының жанында ақ киімді бір кісі отырады. Ол жанбай қалған тобылғының қисық бұтағына бөпені салып тербетіп отыр екен. Айдахар жақындағанда көзден ғайып болады. Би мұны Құдайдан келген ишарат деп түсінеді. Түнімен қисық ағаштарды құрастырып отырып, бесікті жасап шығады. Сәбиін соған салғанда, ол жұбанып, тәтті ұйқының құшағында тербелген екен. Бесіктің пайда болу аңызы осылай баяндалады. Бесік ең алғаш тобылғыдан жасалғандықтан, ол қасиетті ағаштардың біріне айналыпты. Одан бесік, қамшы, ыдыс-аяқтар жасапты. Бесікті отқа жақпа, аяқ асты етпе, қадірлеп ұста деген ырымдар осыдан кейін шыға бастаған екен. Тобылғы бесікте тербелген сәби арыстандай топ жарады, жолбарыстай жол тосады деп ырымдалады. Дәстүр тағылымы кітабынан алынды. Оқыған Күлбибі Әбусайылқызы.